Сәлеметсіз бе балалар? Көркем еңбек сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен өткен сабаққа шолу. Ауыл шаруашылығының адамзаттық өміріндегі рөлі тақырыбында қойылған төмендегі сұрақтарға маршруттық қағазға жауап беріңіздер. Бірінші, ауыл шаруашылығы өнімін сіз қалай түсінесіз? Екінші, қала тұрғындарының өмірінде ауыл шаруашылығы өнімдері қандай рөл атқарады? Үшінші сұрақ, ауыл шаруашылығының дамуына қандай ғылымдар әсер етеді? Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыздың атауы агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлін, ауыл шаруашылық өндірісінің әдіс-тәсілдерін талқылау және бағалау барысында анықтау. Екінші, агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлін анықтау мақсатында шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруды өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану. Бағалау критерийлері. Агротехнологияның дамуындағы ғылымның рөлін, ауыл шаруашылық өндірісінің әдіс-тәсілдерін талқылап, бағалау барысын анықтай алады. Екінші, агротехнологияның дамуындағы ғылымының рөлін анықтау мақсатында шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруды өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану жолдарын біледі. Слайдта көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, бейне баянды көріп, шығып, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бейне баяннан не байқадыңыздар? Бірінші сұрақ. Екінші, олардың атқаратын жұмыс мақсаттары қандай? Үшінші, бұл технологияның басқа технологиялардан ерекшелігі неде? Агротехника ауыл шаруашылық дақылдарын егіп өсіру тәсілдерінің жүйесі. Ғылыми білім мен қоршаған ортаның сырын түсіну арқылы адамзат экономикалық, әлеуметтік, экологиялық мәселелерді шеше алады. Агротехнологияны қоршаған ортамен үйлестіре отырып дамытуды ғылымның маңызы зор. Агротехнология экологиялық тиімділікті ескере отырып, ауыл шаруашылық дақылдарының сапасын жақсарту, егін шығымын арттыру үшін қажетті технологиялық операциялар жиынтығы. Агротехниканың мақсаты топырақтың ылғалдылығын сақтау арқылы құнарлығын арттыру, оны су мен жел эрозиясынан қорғау, сондай-ақ аз қаржы жұмсап, ауыл шаруашылық дақылдарынан мол өнім алу. Мәнағы сілтеме арқылы өтіп, көрген бейне баян аз қаржы жұмсап, мол өнім алудың бір көрінісі тамшылатып суару әдісі болатын. Агротехника шараларына өнімді мол алу үшін ауыспалы егісті пайдалану, топырақ өңдеу, тыңайтқыш шашу, тұқым әзірлеу, тұқым дайындау, егін егу, егісті күту, суару, ору, бастыру, арамшөптерден ауыл шаруашылық зиянкестерінен қорғау, ауруларынан тазарту жатады. Ауыл шаруашылық ғылымдары. Агрономия, агро, жер, номыс, ғылым сөзінен шыққан, яғни егін шаруашылығы. Зоотехника, мал шаруашылығы. Егіншілік, агрохимия, ауыл шаруашылығына қажетті химиялық өнімдерге байланысты ғылым. Ветеринария, тұқым тану, орман өсіру, өсімдік өсіру.
Келесі кезекте тәжірибелік жұмыс жасаймыз. Түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып, түрлі елдердің ауыл шаруашылығында қолданылатын агротехнологияларды атаңыздар. Бұл жұмысты маршрутты қағазда көрсетіңіздер. Тәжірибелік жұмысты осы критериялар бойынша бағалаймын. Сабақ соңында төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, не үйрендім? Екінші, қайсы оңай болды? Үшінші, қайсы қиын болды? Тағы не үйренгім келеді? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.